Сен ойладың ғой жаңа кредитті 5 жылға шегеріп қояды, 5 жылдан кейін бір қалған кредиттерімді жауып тастаймын. Содан кейін хотя төлеймін бы деп. бәрін жауып тастасам, Содан кейін бір машинам қалса, тек қана соны төлейтін деп, внимание машинада болсын. оған дейін еш нәрсе төлемейді деп. Негізі кредитті 5 жылға шегеру деген ондай жоқ. Көп адамдар алданып қалып жатыр, кредитті 5 жылға шегеріп береміз. Шегереміз деп айтады. 5 жыл бойы төлемейсің, содан кейін барып төлейсің деген. Өйтіп банктер істемейді. Былайында заңда бар, ондай өтініш хатпен жүгініп көруге болады, бірақ ешқайсысы қанағаттандырмайды. Ал енді қазір анау банкроттықтың шеңберінде кредитті 5 жылға шегеруге деп айтып жүрміз ғой. Халық сөйтіп айтып жүр. Төлем қабілетін қалпына келтіру рәсімі деген. Онда да кредитті 5 жылға шегермейді, керісінше 5 жылға бүкіл барлық қарызы бойынша адамның жоспар жасап береді. Сол жоспар бойынша былайша айтқанда график қой, сол графикпен төлеп отыру керек әрқайсысына ше. Яғни ешкімге сенбе. Қазір енді бұдан кейін де егер басқа біреулерге жүгініп, біреулер хабарласып саған, мен сен реально гарантиямен кредитіңді 5 жылға шегеріп беремін десе, ол өтірік айтып жатыр деген сөз. Түсіндің ғой, Аха. Сенбейсің ондайларға ше. Өйткені сөйтіп алданып зар еңіреп қалып жатқан адамдар өте көп. Сондықтан маған кредитін тоқтатып қояды екен, оның 5 жылдан кейін төлейді екен, оған дейін мына кредиттерімді жауып алайын дегенге ешқандай банк жағдай жасамайды онда. И заңмен де қарастырылмаған міндетті емес олар. Түсіндің ғой?